Қимайды жүрек. Үшінші бөлім. Қайыр, Арай сені қатты жақсы көреді екен. Сенің оның қасында болып, көңілін аулағаның оның тез сауығып кетуіне көмектесері анық. Бірақ мынандай жағдайдан соң сенің артық кетпегенің жөн, деген Ақжарқын ауруханаға кіріп кетті. Міне, содан бері айға жуық уақыт өте шықты. Арай қазір сауығып қалған. Дауысы қатты шықпаса да сыбырлап сөйлейтін халге жетті. Күнделікті келіп қасында болып кететін Қайырды күтумен күндері өтіп жатыр. Бірақ Қайырдың өзінен қашқақтайтынын сезіп түсіне алмай-ақ жүр. Бөлмеде өздері оңаша қалған сәттерінде талай рет сүйіскісі келіп ынталанса да, бір сылтау ойлап тауып Қайыр бұған жоламайды. Неліктен бұлай өзгере қалғанын ұқпай, Арайдың басы қатты, жүрегі құрғыр бір жамандық болғанын сезеді, бірақ ғашығын жаманшылыққа қимайды. Қайыр болса қаншалықты Арайды қарындасы ретінде қабылдағысы тырысса да, оны көрген кезде өзін өзі ұстай алмай, оған ынтық жүрегі аттай тулап, құшағына қысқысы келіп, әбден әбігерге түседі. Онымен оңаша қалмауға тырысып, алдаусыратып, одан бойын аулақ қашқанмен де іштей ынтызары ауып иесі шығады. Бүгін Жамал апай келіп, Арайдың ауруханадан шығатынын айтқан. Енді Ақжарқынның үйіне баратынын ойлап, Қайырмен енді оңаша кездесудің өзі қиынға соғарын ұққан Арайдың көңілі түсіп кетті. Сондықтан да Қайырдың келуін тосып, далада отыр. Анадайдан көрінген жігітке жүгіре басып жеткен Арай мойнына асылып, еріне жабыса кетті. Бойын тоқ соққандай болған Қайыр Арайды өзінен итеріп жіберді. Қайыр, саған не болды? Сен мені сүймейсің бе? Неге? Деп көздері моншақтап тұрған қызды құшағына қысып. Арай, жоқ, бізге болмайды. Біз деп кібіртіктеп тұрған жігітке ызалана қараған Арай, неге өзгеріп кетті? Сен басқа біреуді сүйіп қалдың ба? Жоқ, олай емес, тек айтсаңшы енді, кібіртіктемей. Арай, менен ештеңе сұрамашы, өтінемін. Уақыт келгенде бәрін өзің түсінесің, деп кетуге ыңғайланған Қайырды тас қылып ұстап алған Арайдың даусы қатты шығып кетті. Жоқ, Қайыр, бәрін қазір түсіндір. Мен сені ешқайда жібермеймін. Арай, Арай, сенің даусың шықты ғой. Сен енді бұрынғыдай сөйлей аласың. Бас салып құшақтай алып қызды дөңгелете жөнелген Қайыр сақ-сақ күледі. Қайыр деймін, қой, мені жібер деймін, деп бұлқынған Арайдың өзі де саңқылдаған даусына өзі сенбегендей сықылықтап күліп оқта-текте айғайлап та қояды. Тамағын қысып, қылқындырып тұрған бір күш босатқандай, денесі де жеңілденіп кеткендей, қуаныш кеудесін кернеп, өз даусын өзі естіп рахатқа бөленген оның қуанышында шегі жоқ. Бірақ біраздан соң есіне әлденеге түскендей күлкісі саптиылған Арай Қайырға қарап, ал енді маған бәрін түсіндірші. Қайыр, менің сені қалай сүйетінімді білесің. Сен де мені сүйесің, оны мен жүрегіммен сеземін. Ендеше неге менен қашқақтайсың? Неге? Түсіндірші. Қыздың алақанынан қыса ұстаған Қайыр әңгімесін бастады. Әңгіме өрбеген сайын Арайдың өңі бұзылып, көздері жыпылықтап, екі беті албыртып, өзін қоярға жер таба алмай кетті. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Ағам? Жоқ, Қайыр, мен сені ағам ретінде қабылдай алмаймын. Сен қалай ұқпайсың? Қалайша? Қайыр, мен сені сүйемін, ұғасың ба сен? Еңіреп жылап жіберген Арайдың бетін кеудесіне басқан Қайыр ауыр күрсініп, Арай, мен де сені сүйемін, білесің ғой, менің саған деген сезімімді. Білсең ғой, естігендегі менің халімді. Мен де саған қарындасым деп қарай алмаймын. Білесің ғой, маған қандай ауыр екенім. Сенің жаныңда осылай отырудың өзі. Қайыр, ол тек бір фото ғана ғой. Ол ештеңеге де дәлел емес. Мүмкін екеуі тек сыйлас дос болған шығар. Сенің анаң бар болды емес пе? Сендей кіп-кішкентай сәби болды емес пе сенің әкеңнің? Менің анам ондайға баруы мүмкін емес. Мен анамды білемін. Ол ешқашқанда біреуге қиянат жасамайтын адам болған. Сәбиі, жұбайы бар адаммен шатысуы мүмкін емес. Естисің бе, мүмкін емес. Бірақ Ақжарқын апайдың айтуынша, ол да тек болжап тұр ғой. Мейлі, менің анам жоқ, бірақ сенің әкең тірі ғой. Сен оған хат жаздың ба? Әрине, естіген күні-ақ жазғанмын. Фотоны да салып жібердім. Бірақ әлі жауап жоқ. Ол кісі түрмеден қашан шығушы еді? Менің білуімше ендігі жылы.
Қайыр кеткен соң төсегіне құлай кеткен Арай көз жасына ерік берген. Дауысы шығып, бұрынғыдай сөйлеп бастаған қыздың бұлай солқылдап жылап жатқанына бәрі аң-таң. Ал Арай болса іштей жоқ, олай болуы мүмкін емес деп қайталап жатып ұйқыға кеткен. Бір орында тұрмай уақыт зырылдап өтіп жатыр. Арайдың Ақжарқын апайының үйіне тұрып жатқанына да айға жуық болды. Жаңа жанұя, жаңа орта, жаңа мектеп енді бойы үйреніп келеді. Денсаулығының түзелгеніне шүкіршілік етіп, бар ойын сабағына арнаған ол Қайырды көп ойламауға тырысады. Бірақ жүрегі шіркін қимайды. Бала махаббаты жүрегін жегідей жеп, елегізіп, бір өзі қалғанда көз жасына ерік беріп, сағыныштан өрікпеген жүрегін баса алмай қиналып, талай таңды көзімен қарсы алатынын қасындағыларға білдірмеуге тырысады. Әлі де болса, оның өз ағасы болып шыққанына сенгісі келмейді. Қайыр да бұған көп жоламауға тырысады. Анда-санда жолыққан кездерінде екеуі де өздерін ыңғайсыз сезініп, дегбірлері қашады. Өткенде Қайыр, Арай қанша рет шіркін, менің інім немесе қарындасым болса деп армандаушы едім. Бірақ сенің қарындасым болып шыққаныңды жүрегім қабылдамайды. Қанша тырысқаныммен жүрекке әмір жүрмейді екен. Әлі де болса, сенің жаныңда өзімді ұстап тұру маған өте қиын. Мен әкемді іздеп баруға бел будым. Оған сен туралы да айтып, бар шындықтың бетін ашып бергенін талап еткім келеді деген. Содан бері хабарсыз кеткен Қайырды күтумен жүр. Ұзақ сапардан аман оралуын тілеп, жақсы жаңалығымен бұны қуанса деген үміті де жоқ емес. Қайыр қатты толқулы, біраз қиындықтар көріп, қаражаттан қиналып межелі жерге әрең жетті. 2 күн жүріп, әкесімен кездесуге рұқсат алып, түрменің тар бөлмесінде әкесін күтіп отыр. Жүрегінің дүрсілі сыртқа естіліп, есік жаққа қарағаштап қояды. Балалар үйінде әкесімен қалай кездескенін көз алдында елестетіп, қиялға батушы еді. Міне бүгін сол сәт туып, әкесімен қауышады. Әкесі мұның есінде қалмаған. Қайта анасы еміс-еміс есінде. Қандай жан екен, екеуінің әңгімесі жарасар ма екен? Қуанышпен бірге қорқыныш та жоқ емес. Міне енді екеуі бір-біріне үнсіз қарап, бірін-бірі барлап отыр. Қанша уақыт екеуі аңсаған кездесу, әкелі балалы екеуінің бір-біріне айтары баршылық. Бірақ екеуі осы кездесуден өздеріне қажет ләззат тапқандай үнсіз. Ұлым, Қайырым менің, сені маған көрсеткен Аллаға мың да бір шүкір. Осы күнге жете аламын ба деп армандаушы едім. Алла қолдап жеттім осы күнге. Сені аман есен көргеніме қуаныштымын. Осылай басталған әңгіме жалғасын тауып, екеуі талай тарихтың бетін аударды. Қайыр Арай туралы да біраз сыр шертіп, оның басына түскен қиыншылықтары да туралы баяндап берді. Өзінің оған деген сезімі жайлы да бүгіп қалмады. Сөз соңында Арайдың Ақмаралдың қызы екенін айтып, әкесіне сұраулы жүзбен қараған ол, әке, мен Арайды бар жүрегіммен сүйемін, бірақ ол менің қарындасым болып шығуы әбден мүмкін деген болжамдар естіген соң, бар шындықтың бетін ашу үшін саған әдейі келдім. Қандай болса да шындықты қабылдауға тырысамын. Ақмарал, ол туралы айтпас бұрын саған бүкіл өмірім жайлы баяндауым қажет. Маған да сенің өмірің туралы білу қызық. Сенің неліктен темір тордың артына тоғытылғаның туралы да білгім келеді. Ендеше тыңда. Менің анам өмірден ерте өтті. Есімді жиғаннан қасымда тек әкем болды. Ол кісі қолынан келгенше менің өмірімнің әдемі болуына бар күшін салып бақты. Бірақ анамның орны үңірейіп тұрушы еді. Әкемнің нұсқауымен бокс үйірмесіне қатысып, жақсы жетістіктерге жетіп, тіпті республикалық жарыстарда да жүлделі орынға ие бола бастадым. Бірақ сабақтарым нашарлап, тек қара күшке сенгенмен, басымнан артық сөз асырмайтынмын. Әрдайым өз дегенімен жүріп, өз айтқанымның орындалғанына үйреніп қалғанмын. Сөйтіп жүріп, 10 жылдық мектепті аяқтап, әркім оқуға түсіп жатқан кезде аяқ астынан әкем ауруға шалдығып, халі нашарлай түсті. Дәрігерлер әкемнің жаман ауруға шалдыққанын, еміне керек қаражат құнын айтқанда, не істерімді білмей торға түскен аңдай арпалысып, ақша іздей бастадым.
сөйтіп сол кездегі кәсіпкерлерді қорғап крышевать ететін топқа қалай кіргенімді білмей қалдым. Ол жерден тапқан табысым әкемнің дәрі-дәрмегіне жеткенімен де шет ел асып емделуге апаруға жетпейтін еді. Бірақ мен әкеме керекті жарақты жию үшін бар күшімді салуға тырысып бақтым. Әрине заңға томпақ келетін шаруа да тындыратынбыз. Осы топқа кіргеннен қасымда жан досым Әділ болды. Екеуміз бір-бірімізді сөзсіз түсінетінбіз. Оның сүйікті қызы Мақпал екеуі үйленуге дайындалып жүрген кезі еді. Мақпалдың аяғы ауыр. Сол бір күні қарсылас тобымызбен бір мәселені шешу үшін кездескен едік. Бірақ кездесу соңы төбелес тіпті ат суға ұласып, мен жараланып, Әділ досым із-түзсіз жоғалып кетті. Мен ауруханадан шыққан соң Әділ досымды іздеп талай сабылдым, бірақ одан еш хабар болмады. Сөйтіп жүргенде бір күні Мақпал келді жылап еңіреп. Қатал әкесі оның аяғы ауыр екенін біліп, үйінен қуып шыққан екен. Мен дереу Мақпалды өз үйіме тұруға шақырдым. Мақпал өте пысық қыз еді. Үй шаруасын дөңгелетіп ала жөнелді. Әсіресе әкем екеуі тез тіл табысып кетті. Күндіз-түні төсекке байланып жатқан әкемнің көңіл күйін тауып, бар жағдайын жасап жүрген Мақпалды әкем қатты ұнатып, жиі-жиі менің Мақпалға тезірек үйленуім керектігін айтып мазамды ала бастады. Әдемі, ашық мінезді, әкемнің бар жағдайын жасап жүрген Мақпал маған да ұнай бастаған. Бірақ Әділ досымның өлі денесін көрмегеннен соң, оның сүйіктісіне көз салуды жөн көрмей, өз-өзімді тежеп жүргенде бір күні Мақпал қатты ауырып ауруханаға түсті. Ауруы асқынып, бойына біткен баласынан айырылып, түсік тастаған Мақпалдың халі мүшкіл еді. Оны жұбатып жүріп, екеуміздің арамызда жақындағанын байқамай қалдым. Әсіресе әкем Мақпал деген жаны бөлек еді. Сөйтіп біраз уақыттан соң екеуміз бас қосып шаңырақ көтердік. Қатты сүймесем де оған бойым үйреніп қалған еді, және әкемнің көңілін қимадым. Сөйтіп жанұялы болып, бұрынғы кәсібімді қоюды шешіп, заңды жұмыс іздей бастадым. Бірақ қажетті оқуым, істеген тәжірибем жоқ болғандықтан, сондай жұмыс табу оңай емес еді. Ал ақша күнделікті керек еді. Әкемнің дәрі-дәрмегінің өзі қыруар ақша қажет ететін. Сондықтан сол бұрынғыша қылмыстық топпен бірге нәпақамды тауып жүрдім. Осы тірлігімнің дұрыс еместігін түсініп, білгеніммен де басқа амалым қалмаған еді. Солай біреуден кеш өмір сүріп жатқанда Мақпалдың аяғы ауырлап, дүниеге сен келдің. Бірақ сен 2-ден асқанда әкем сенің атаң мәңгілік мекеніне аттанып кетті. Әкем өмірден өткеннен соң сенің шешең екеуміздің арамыз суып кетті. Әу бастан екеуміздің арамызда лаулаған сезім болмаған еді. Сөйтіп екеуміз тек ортамыздағы ортақ баламыз сен үшін тұрмыс құрып жүргенде, бір күні үйімізге Әділ досым кіріп келді. Сөйтсе оны өлтіруге өзіміздің тобымыздың басшысы тапсырыс берген екен. Бірталай жыл шетел асып, бас сауғалаған Әділ досым енді қауіпті кезең өткен шығар деп елге оралған беті екен. Әділ досым келген соң Мақпал екеуміздің арамыз тіптен алшақтап кетті. Әділ мен Мақпал екеуінің махаббаттары суымаған екен. Мақпал маған ажырасқысы келетінін айтып, қыңқылдай бастады. Мен бірақ сені өзім алып қалғым келетінін айттым. Сен менің кіп-кішкентай көшірмем едің. Сондықтан сені күнделікті көрмей тұру мен үшін өліммен тең еді. Бірақ Мақпал да сенен айырылғысы келмеді. Осылай екеуміз ырың-жырың болып жүргенде, бір күні кештетіп үйге қайтып келе жатқанда, көшеде 2 жігіттің бір қызға тиісіп жатқанын көріп, оған көмекке ұмтылдым. Екеуіне дес бермей жұдырықтасып жатқанымда, бірінің менің бүйіріме пышақ сұққанын байқамай қалдым. Олар мені сол жерде талдырып, өздері қашып кетіпті. Мен көп қан жоғалтып, есімді 2 күннен соң ауруханада бірақ жинадым. Көзімді ашқанда маған қарап жымиып тұрған аруды алғашында қор қызыма деп қалдым. Ал ол сол аурухананың медбикесі Ақмарал еді. Шыны керек, бұрын соңды бір көргеннен ғашық болады дегенге өзім сенбеуші едім. Бірақ сол жағдай өз басыма түсті. Ақмаралға мен бір көргеннен ес-түссіз ғашық болып қалдым. Ол да менің қасымнан шықпай бәйек болып, бар жағдайымды жасап жүрді. Екеуміздің әңгімеміз жарасып, бір-бірімізді іздейтін халге жеттік. Сондықтан да жазылып шыққаннан соң онымен жолығуға
асықтым. Бірақ біздің тобымыздың басшысы Әділдің соңына түсіп, оның көзін құртуға дайындалып жүргендігі жайлы естіп, досыма көмектескім келіп, өзімді басшыма қарсы қойып алғанымды сезбей қалдым. Бастығымыз мені қиын, заңсыз қылмыстарға жұмсай бастады. Мұның арты жақсы болмайтынын айтып, оның тапсырмаларын орындаудан үзілді-кесілді бас тартып, топтан шығып өз бетіммен кеткім келетінін айттым. Бірақ ол топтан өз еркіммен шығу мүмкін емес еді. Басшының тілін алмағандарды қандай жаза күтіп тұрғанын да жақсы білетінмін. Қанша дегенмен олармен бірге жүргеніме талай жыл болған. Сөйтіп жүргенде Әділ досым келіп, өзінің қайтадан шет елге кетуіне дайындалып жүргенін, құжаттары дайын болса көп созбайтынын және де Мақпал екеуіңді де өзімен бірге алып кеткісі келетінін айтты. Мен сені қимай, олардың сені шет елге алып кетуіне жол бермейтінімді айттым. Әділ болса, Мұхит, сенің қазіргі жағдайың мәз емес, қылмыстық топтың дәуірі де аз қалды. Мұхит, сен қазір пышақтың қырымен жүргендейсің. Ертеңіңнің қалай боларын болжай алмайсың. Осылай жалғаса берсе, сен де мен сияқты қуғынға ұшырауың ғажап емес. Әйтпесе сотталып кетуің де әбден мүмкін. Өзің білесің ғой, қандай іспен айналысып жүргенімізді. Ал сонда қайырдың күні не болмақ деген досыма айтар лажым болмай, сені қимай ақ ұрып қалдым. Сол кезде мені қолдап сабама түсірген Ақмарал болды. Оның жанында өзімді сондай бақытты сезінетінмін. Оның да маған деген сезімінің пәк екенін көзіме жетті. Бірақ сол менің жанұялы еркек екенімді білмейтін. Мен де оның жанын жаралап алудан қорқып, Мақпал екеуміз ажырасып болған соң ғана айтуды жөн көрдім. Солай жүргенде, өзің естігендей Ақжарқын апайының үйінде екеуміз оңаша қалып сезімге берілдік. Сол бір түн мен нағыз махаббаттың қандай болатынын жүрегіммен сезініп, жар құшағының қаншалықты ыстық бола алатынын көз жеткізген едім. Екеуміз де шын бақытты едік. Бірақ сол түннен соң бір ай уақыт өткенде Ақмаралға барғанмын. Маған сондай бір жат көзқараспен қараған Ақмарал менің жанұялы еркек екенімді біреуден естігенін, енді қайтып мені көргісі келмейтінін айтып, өзінен қуып жіберді. Мені тіпті тыңдағысы да келмеді. Мен оның ашуының басылуын күтіп, сабасына түскенде бәрін түсіндіремін деп қайтып кеттім. Бірақ содан қайтып мен оны көре алмадым. Себебі менің жұмсаған жұмыстарын орындаудан бас тартып, тыңдамағаным үшін соңыма түскен топ басшысы мені ешкімге білдіртпей өлтіруге тапсырыс бергенін естіп, тығылып қалуыма тура келді. Бір айдай қашып ысып жүрген мені олар тауып алып, әбден ұрып-соғып басшымызға алып келген еді. Сол күні мен осы өмірмен қоштасар сәтімен келгенін сездім. Жанталастым. Осыған дейін өзіммен бірге жүрген жігіттерді алдап соғып, басшымызды өз қолыммен өлтіріп тындым. Біреудің өмірін қиюға еш хақым жоқ екенін біле тұра, ауыр қылмысқа барып, адам қанын мойныма жүктедім. Мен өлтірген адам сондай бай, белгілі адам болғандықтан, үлкен шу шығып, мені 15 жылға бас бостандығымнан айырды. Солай, міне темір тордың артында өмірімнің 13 көктемі өтті. Сотталып кеткеннен соң, біраздан соң, Әділ мен Мақпалдың да өлі денелерінің табылғанын естіп, сенің қайда, қандай халде екеніңді біле алмай әбден қиналдым. Тек 1-2 жылдан соң ғана түрме басшыларының көмегімен сенің аман-есен балалар үйінде тәрбиеленіп жатқаныңды біліп қатты қуандым. Сәл есейе келе, Зоя апайының көмегімен өзіңмен хат алыса бастағандағы менің қуанышымды жеткізу мүмкін емес еді. Осы күнді аңсап, сен үшін ғана осы жерден ертерек босанып шығуды аңсап жүрген жайым осы. Ал Ақмаралға келер болсам, оған түрмеден талай хат жаздым, бірақ еш жауап ала алмадым. Екеуміздің бір-ақ рет болса да бір болғанымыз рас. Егер Арай менің қызым болып шықса, менен бақытты жан болмас еді. Кешір, Қайыр, егер сені ренжіткен болсам, бірақ Ақмаралдың қыз сүйсем, менің қанымда бір жанның бойында тасып жатса, мен үшін одан асқан бақыт бар ма? Оның анық-қанығын тек мен осы жерден шыққаннан соң ДНК сараптама жасау арқылы білуге болады. Бірақ сен әзірге Арайдан ғашығың ретінде күдеріңді үзгенің дұрыс болады-ау, деп Мұхит әңгімесін аяқтады.
Осы кездесуден соң ұзақ ойланған Қайыр әкесі түрмеден шыққанша осы жақта мекендеп қалуға бел буды. Бұл дүниеде өзіне жақын жалғыз жанның қасынан ұзап кеткісі келмей, оқуды қоя тұрып бір жыл жұмыс істеп көрмек болып шешті. Және де Арай тұратын қалаға қайтып барғысы келмей қалды. Оның қасында болып, бірақ оған жақындай алмау Қайыр үшін жан төзгісіз азап еді. Себебі ғашығын жүрегі қимайды. Бар жағдайды айтып Араймен хабарласқан. Арайда ғашық жүрегі жаралы қалпында Қайырды көп ойламауға тырысып, бар денін сабағына арнаған. Бірақ қанша ойламаймын десе де, сағыныш қысып, ғашығын аңсап аласұратын жүрегі қимайды. Осылай өмір толқыны екі жаққа айырған қос ғашық бірін-бірі көрмегеніне де 2 жылдай уақыт болды. Арайдың биыл мектеп бітіретін жылы. Соңғы қоңырауына үйдегілер түгел барамыз деп жиналып жатыр. Арай осы үйге келгелі бұл үйде көп нәрсе жақсы жаққа өзгерген. Ақжарқынның енесінің аяғына ота жасап, ол кісі өз бетімен тұрып жүретін халге жеткен. Отадан кейінгі кезде көп көмек көрсеткені үшін өзі Арайды жақсы көріп кетті. Ақжарқын мен Болат қыздары Ақеркені арнайы емдеу орталығына орналастырып, аптасына 1 рет үйлеріне алып келеді. Ақеркенің де сөйлеу қабілеті жоғарылап, жап-жақсы дамып қалған. Бұрынғыдай талма ауруы көп ұстамайды. Арай екеуі туған апалы сіңлідей қарым-қатынаста. Сабағынан бос уақытында үй шаруасын тиянақты тындыратын, дәмді тамақ дайындай алатын Арай болғандықтан Ақжарқын қазір жұмысқа шыққан. Үйлеріне Араймен бірге Береке кіргендей. Оқуын өте жақсы аяқтап, құрбыларының алды болған Арай бүгін ерекше көңілді. Үстіндегі киімі де өзіне сондай жарасып, жүзі бал-бұл жанып тұр. Қолына алған аттестатын қыса ұстап, сахнада тұрған Арайдың көзіне айнадайдай тұрған Қайыр оттай басылды. Қасында орта жастан асқан өңді жігіт ағасы тұр. Қолдарында әдемі гүл шоқтары бар. Сол күнгі кеште бәрі бір дастархан басында бас қосып, Арайға ақ жол тілеген. Қайыр мен Арайдың көздері түйісіп қалса, дереу бір-бірінен тайсақтап, бұрылып кетуге тырысады. Ақжарқын Мұхит пен Қайырға бұрынғы Ақмаралдың тұрған үйіне тұрақтауға ұсыныс жасаған. Ессіз тұрған соң тозып бара жатқан үйді жөндеп, ие болуға екеуі қуана келісті. Арай қалаған оқуынан түсіп, көңілі жайланған соң Қайырлар жаққа жиі келетін болған. Ескіріп кеткен үйдің шатырын ашып, жөндеу жұмыстарын жасап жатқан Мұхит пен Қайырға тамақтарын дайындап жүрген оған Қайыр шатырдан табылған бір жәшік ескі қағаздарды әкеп тастады. Қолы қалт еткенде сол қағаздары реттеп отырған Арайдың қолына сырты қапталған қалың дәптер түсті. Ішіне көз салып еді, анасының жазуы көзіне оттай басылды. Кешкісін үйіне келіп төсегіне жайғасқан Арай анасының күнделігін оқуға кірісті. Күнделік Арай дүниеге келген кезде басталған екен. Сәбиінің тәтті қылықтарын, оның әрбір жетістіктерін мақтанышпен сипаттаған. Анасының жазбаларын оқып отырған Арай бір күліп бір жылап отыр. Өзінің мектептегі шағы туралы оқып отырып, бүгін Арай тағы да әкесі туралы сұрады. Бұрынғыдай бұртиып өкпелеп қалмай, мама, бізге папаның керегі жоқ, иә, біз екеуміз өзіміз күшті тұрып жатырмыз ғой, иә, дегені өтіп кетті. Қызым-ау, ешкімге айта алмайтын сол сырымды саған қалай айтамын? Сенің әкеңнің ол адам болмағанын Алладан қанша тілесем де ештеңені өзгерте алмаймын. Сол күні Мұхиттың жанұялы жан екенін естігендегі менің жан жүрегімнің айқайы ештеңе ойлауға мұршат бермеген еді. Әйтпесе, сонша қараңғы кезде өзім жалғыз сол ескі саябақпен жүрмес едім ғой. Ал ол болса, осыған дейін қанша рет сөз салғанымен, оған деген сезімім жоқ екенін айтқанда үндемей кетіп қалатын одан сондай қылық шығады деп тіптен ойламаппын. Тіптен артынан аңдып келе жатқанын да байқамаппын. Бірақ ол күні мен ештеңе байқауға мұршам жоқ еді. Бар жүрегіме жақсы көретін жанның опасыздығын есту маған оңай болмай, есім ауысқандай тентіреп, екі сүрлеу жолға түсіп кеткенімді де байқамаппын. Ал ол болса,
Ол менің әлсіздігімді пайдаланып, өз дегеніне жетті. Менің қолымнан ештеңе келмеді. Зорлықтың құрбаны болдым. Сол күннен бері өзімнің әлсіз әйел заты болып туғаныма өкініп, өмірден бас кешіп, өмірмен қоштасқым да келді. Бірақ сенің өмірге келетініңді білген соң ғана есімді жидым. Сенің әкең мұхит болып шыққанын бар жүрегіммен қалап, қанша тілесем де Алла тілегімді қабыл алмады. Сондықтан сенің әкең жоқ. Оның пасық ойлы адам әке деген атқа лайық емес. Оның атын да осы жерге жазғым келмейді. Сен тек менің ғана қызымсың. Бұл құпия менімен молаға бірге кетеді. Сенің жаныңның жаралағанын қаламаймын. Бәрі сені мұхиттың қызы екеніне сенеді. Ендеше мен де соған сенемін. Мен үшін сенің әкең мұхит деген анасының жазбасын қайта-қайта оқып отырғанында бір талай уақыт болды. Анасының зорлықтың құрбаны болғанын білу оңай болмай, жүрегі анасы үшін езіліп кеткен Арайдың көзінен моншақтап жас аға жөнелді. Солқылдап жылап отыр. Біраздан соң орнынан ытқи тұрған оның жүзі де нұрлана түсті. Сонда Қайыр бұның ағасы болмай шықты ғой. Бәсе, жүрегі сезген еді ғой, қимаған еді ғой. Сол күннен бері жұптары жазылмаған Қайыр мен Арай екеуі шын бақытты. Бүгін Арайдың қолын сұрап Болат пен Ақжарқынның үйіне келген мұхит, менің Арайдың әкесімін. Ақмаралдың арманы орындалды. Менің енді 2 балам бар. Қайыр мен Арай екеуі үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, деді толқуын баса алмай. Ақмаралдың бейтіне гүл шоқтарын қойып, ізет етіп тұрған жас жұбайлардың жүздері махаббатпен нұрланып, жүректері бірге соғып тұр. Құрметті оқырман, осымен әңгімем өз мәресіне жетті. Шым-шытырық оқиға желісін кейіпкермен бірге бастан кешіріп, пікірлеріңізбен мені қолдаған әрбіріңізге алғысым шексіз. Осы жерге әңгімеден алған әсерлеріңізбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.